Қандай кітапты оқығанды жаныңыз қалайды? Енді кішкене қиссасын әрден бастасақ, мына кітап оқуға деген құштарлық біздің бала күнімізден басталды. Мектеп қабырғасында жүрген кезден басталды. Мен өзім мына тыңнан айналайын Қарқаралы дейтін Арқаның алтын тәжі атанған қасиетті Қарқаралы өңірінен, оның ішінде Бесоба деген ауылдан боламыз. Жалпы кітапқа деген қызығушылық, сол мен қазір ойлап отырсам, бір 3-ші сыныптардан басталды деп ойлаймын. Алтын сақа деген сияқты бір үлкен қалыңдығы осы бір екелдей болатын үлкен кітаптар болатын, батырлар жыры болатын, Қамбар батыр, Қобыланды, Ер Тарғын, дастандар, Еңлік кебек, Айман шолпан сияқты бір ішіне кіріп кетсең қайтып шыға алмайтындай ғажап бір әлем ғой жоқ кітап деген. Дүние танымыңызды өзгерткен екі кітап. Ілияс Есенберлиннің көшпенділерін, кейін ерекше сүйіп қайталап оқыған кітаптарымның бірі ол Сәкен Жүнісовтың Ақан сері 2 томдық шығармасы. Қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Сұлтанмахмұттар қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, күн болмағанда кім болам деп айтқанда неше жаста деп ойлайсыз? Небір 19 жаста екен. 19 жасар бозбала жігіттің анандай үлкен сөз айтуы, ол қазір үлкен мәселе. Сондай қазақтың заңғарларының бірі Бауыржан Момышұлы айтты, өзің білесің, немересіне ертегі айтатын әжелердің азайып бара жатқандығынан қорқам дейді. Мысалы, неге бесігін тербететін, бесік жырын айтатын келіндердің азайып бара жатқандығына қорқам деп сол кезеңде айтты. Ол әлі өзектілігін тойған жоқ, тіпті күшейіп баратыр, үдеп баратыр. Ал артық білім кітапта шын мәнісінде заманға лайықты, білімді, білікті азамат болғың келсе кітап оқы. Ал оны біз тарихи шығармаларды оқымасақ, тарихи фильмдарды көрмесек, көнегөз қариялардың әңгімесін естімесек, біз оны қалай білеміз? Сондықтан тарихи жады деген дүние бар. Сіз үшін оқу және кітап сөзінің маңызы қанша? Тез дамып жатқан заманда мына әлемнің мықты дамыған елдерімен иықты ірестіреміз десек, үзеңгі қағыстырамыз десек, тереземізді тең қылдырамыз десек, ол сапалы заманауи білімді игеруіміз керек. Оның кілті осы кітапта жатыр, оның кілті әлемдік әдебиеттерде жатыр.